Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында зиянсыз сырок дайындаймыз. Алдымен шоколадты су буында ертіп, осындай силиконды формаға жағып шығамыз. Менде Қазақстан шоколады тоңазытқышқа қатқанша 20-25 минутқа жібереміз. Енді салмасын дайындаймыз. Сүзбеге қант ұнтағы және мақ қосып блендерлеп аламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Міндетті түрде балаларыңызға жасап көріңіздер. Және каналыма тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сүзбелі массамызды осындай торттың қалташасына салып, немесе кез келген үйдегі пакетке салып, ұшын кесіп, қатқан шоколадымыздың үстіне осылай құйып шығамыз. Арасына банан саламыз. Өзіңізге ұнаған кез келген жемісті турап салсаңыздар болады. Мен банан салдым. Және үстінен тағы да бананның үстінен сүзбемен жауып шығамыз. Сүзбеміздің бетін қасықпен видеодағыдай тегістеп шығамыз. Еріген шоколадымыздан тағы да сүзбеміздің үстіне құйып шығамыз. Қасықпен тегістеп, тоңазытқышқа тағы да қатқанша 10-15 минутқа жібереміз. Тоңазытқыштан сироктарымызды шығарып, осылай силиконды формадан ажыратамыз. Міне қатқан сирок өзінің формасын осылай жақсы ұстап тұрады. Міне дәмі өте керемет болып шықты. Балаларға да қатты ұнады. Магазиндікінен де тіпті асып түсті. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.